Арнама қош келдіңіздер. Тауықтан жүгері мен күріш қосылған жарты сағатта дайын болатын оңай сіңімді тағам дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ал онда бастайық. Пияз бен сәбізді майдалап 4 бұрыштап тураймыз. Қазанға сұйық май құйып қыздырамыз. Тауықтың төс етін 4 бұрыштап тураймыз. Майымыз қызғанда пиязымызды қуыра бастаймыз. 1 минуттан кейін сәбізді қосамыз. Үш-төрт минут қуырылғаннан кейін тауықтың төс етін салып, қақпақтың астында 10 минуттай қуырамыз. Қатылау отта қуыра бересіз. Сәл тұздаймыз. Жуылған күрішті қосып, 3-5 минуттай қуырыңыз. Араластырып қуырамыз. Дәмдеуіштермен дәмдейік, кішкене куркума мен кориандр қосыңыз. Дәміне қарай қара бұрыш та қоссаңыз болады. Бір стақан күріш салсаңыз, 2 стақан су құясыз. Суы қайнағаннан кейін тұзының дәмін көріп, тұз жетпей жатса тұздайсыз. Қайнай сала астын басып, баяу отқа қақпағын жауып қойыңыз. Күріш 10 минут піскеннен кейін жасыл бұршақ пен консервіленген жүгеріні салыңыз. Араластырмай баяу отта 10-12 минут қақпағын жауып бұқтырыңыз. Егер қызыл болгар бұрышын ұнатсаңыз, оны да майдалап турап салып жіберсеңіз болады. Бұл дәмді және оңай жасалатын тағамды отбасыңызға түскі уақытта да, кешкі уақытта да ұсынсаңыз болады. Тауық пен күріштен жасалған тағам дайын болды. Ең бастысы тойымды, сіңімді, оңай жасалады. Егер менің оңай рецепттерім ұнап жатса, тіркеліп кетіңіздер, сонда менің жаңа рецепттерімді жіберіп алмайсыздар. Аяғына дейін назарлағаныңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.